Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен Түркістан облысы Шардара ауданы Шошқы мектеп лицейінің 11-ші А сынып оқушысы Умирзак Ақтолқын. Менің таңдаған тақырыбым, мен таңдаған мамандық менеджмент тақырыбы болып табылады. Мен неліктен менеджер мамандығын таңдадым? Ең бірінші, менеджмент сөзіне тоқталып өтетін болсам, оның аудармасын басқару деген мағынаны білдіреді. Бір компания менеджерсіз өмір сүре алмайды. Әрбір компания іргетасы қаланғаннан бастап, ода неше түрлі менеджерлер жұмыс жасайды. Бұл мамандықтың шығу тарихына тоқталып өтетін болсам, ғылыми менеджменттің негізін салушы, белгілі ағылшын ғалымы Фредерик Уинстоун Тейлор болып табылады. Оның еңбекті ұйымдастыру және өндірісті басқару жүйесі алғаш рет ақш-та 19 және 20 ғасырларда пайдаланыла бастаған болатын. Қазіргі замандағы менеджмент негізінен барлық экономикалық мектептердің тәжірибелері мен бағыттардың жетістіктерін қорытындылау арқылы дамуда. Әлемде әйгілі менеджерлерге тоқталып өтетін болсақ, есімізге ең бірінші Apple компаниясының ұйымдастырушысы Стив Джобс есімізге түседі. Стив Джобс негізінен 1976 және 1985 жылдары Apple компаниясында жұмыс істеген болатын. Бірақ та сол жылы жұмыстан шығып кетіп, 15 жылдан кейін қайта оралып, үлкен компанияны қазіргі таңда алпауыт компанияға айналдырып отыр. Екінші, Юн Чен Мен, яғни Samsung Electronics компаниясының табысты менеджері және бас директоры болып табылады. Samsung директорының басқару ережелері әрқашан нарықта көшбасшылыққа ұмтылу, ымыра мен стереотиптерден бас тарту, компанияны дамыту, жаңа технологияларды пайдалану болып табылады. Бізде менеджментке керекті дағдыларға тоқталып өтетін болсақ, ол бізде идеяларды ойластыру, топпен жұмыс жасай алу және ымыраға келу болып табылады. Бізде мамандардың жиі жасайтын қателіктеріне тоқталып өтетін болсақ, ең алдымен жеке тиімділігі мен компанияның тиімділігін өлшеудің болмауы, менеджерлер пайда мен айналымды мұқият есептейді, бірақ жеке бөлімдер мен қызметкерлердің тиімділігін өлшеуді қажет деп санамайды. Мен кімнің және қалай жұмыс істейтінін көріп тұрмын деген стереотиппен жұмыс істейді. Ал екінші қателігіне тоқтайтын болсақ, екінші маңызды фактор оқытуды дұрыс бағаламау. Тиімді басқару үшін оны жасай білу керек. Шағын бизнесті сіз менеджерлер арасында стереотипті жиі кездестіресіз. Егер мен оқысам, адамдар мені бірдеңе білмеймін деп ойлайды. Сондықтан қызметкерлер оқысын, мен шындықты толық білетінді көрсетемін деп ойлайды. Кәсіптік білім беру бағытына тоқталатын болсақ, менеджмент мамандығына түсу үшін бізде география және математика саласын таңдау керек болады. Білім беру саласындағы менеджмент қазіргі таңда кеңінен тарап жатқан менеджменттің түрі болып табылады. Ал екінші сала денсаулық сақтау саласындағы менеджмент, ал үшінші саласы құрылыс саласындағы менеджмент болып табылады. Менеджмент мамандығы бүгінгі күні дайындықтың аса танымал бағыттары қатарына жатады. Кәсіби басқарушылар экономиканың барлық салаларында сұранысқа ие, ал мамандану өндірістен кинематографияға дейін, медицинадан спортқа дейінгі аралықта менеджерлер жұмыс жасайды. Осы орайда менің есімдегі мақал, мамандық таңдау өміріміздің бір кірпішін дұрыс қалау болып табылады. Яғни әркім өзінің мамандығын дұрыс таңдау керек. Мен сіздерді менеджмент мамандығын таңдауға шақырамын. Назарларыңызға рахмет.